Ағымда жылы осы қала аумағында интернет желілеріне шыққан видеороликтерге байланысты егеу құйрықтарының пайда болғаны анықталды. Сонымен қатар Ақтау қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының ұсыныс хатына сәйкес ағымда жылы осы қазан айында егеу құйрықтарды жою бойынша дератизация жұмыстарын жүргізу ұйымдастырылған болатын. Бүгінгі күні 10 қазан осы жұмыстар басталды. Осы жұмыстар теңіз жағалауы 15-ші шағынаудан Самал теңіз жағалауынан бастап Морпорт ауданына дейін және Приморск және Өмірзақ ауылы, сондай-ақ 16-17 шағын аудандарда жүргізілетін болады. Егеу құйрықтың қаптауына жалпы жаңа айтқандай департаменттің ұсыныс хатында осы бейберекет жатқан қоқыстарға, тұрғындардың заңсыз жерлерге қоқыс тастауынан орын алған, жалпы соған байланысты деп шешім қабылдап берді. Бұған дейін осы егеу құйрықтардың бары анықталған жоқ, осы жылы анықталып тұр. Соған байланысты. Яғни тұрғындардың шағымнан кейін осы көбінесе өзіңізге белгілі жаңа шағын аудандарда 16-17 шағын аудандарда пайда болғаны анықталды. Жалпы сомасы 7 миллион 200 мың теңге. Жаңағы айтқан аудан осы теңіз жағалауы толықтай және 16-17 шағын аудан. Өмірзақ, Приморский және Сбросной канал деп айтылады. Соның аумағы теңіз жағалауы толықтай. Осы қазан айының соңына дейін толықтай жұмыстар аяқталатын болады. Осындай егеу құйрықтардың бар екені анықталатын болса, бұл жұмыстар жалғасын табатын болады. 16 шағын ауданға сол жаңа айтып өткен қоқыстың бейберекет заңсыз тасталған жерлерінде анықталды көбінесе. Бұл осы санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің ұсынысына сәйкес осы қалада жұмыс жасап жүрген мекеме бұрыннан өте шұғыл тез арада шешім қабылдау керек болды. Сол себепті коммерциялық ұсынысқа сәйкес біздер мекемелердің бағаларын салыстырып, ең төменгі баға берген мекемемен бір көзден келісімшарт жасап, осындай шешім қабылдадық.